Мен Қамбарбек Басқарбек Керімұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен дәрігермін, врач-травматолог. Мен осы видеообращениемді Назарбаевқа, Тоқаевқа қазіргі, Маминге министрге, премьер-министрге, облыс министресі здравоохранениянын Алексей Цойға жариялайын деп отырмын, айтайын деп отырмын. Мына ковид деген ауру бәріміз жайлап баратыр. Мен семьямда ауырды. Қазір мына әйелім ауырып жатыр. Өзімде ауырып жазылдым мені. Бүгін аптекаға барғанбыз. Осы 5-6 күн алдын бәрі кішкене қымбат болатын. Ойлағанбыз, мейлі ғой пендешілік кішкене қосқан шығар деп. Аптеканың азаматтары. Қазір бар жағамыз ұстап келдік. Масқара. Дексаметазонды бір штугін бір ампуласын 1600-ден сатып отыр. 25 штук бір пачкада 22.000-дай болатын, 2000 теңге тұратын. Сонда білмеймін неше еске сатып отыр, неше есе қосып. 25 штукі 1600-ден болғанда где-то 40-45 мың болайын деп тұр. 2000 тұрған нәрсені 45 мыңнан сатып отыр. Дәрін бәрі қымбаттатып жүрген. Бәр жерде жасырып қымбат сатып отыр. Чек бермейді. Бұл не деген сұмдық? Сендер халықты өлтірейін деп жатсыңдар ма? Немене халықты қырайын деп халық жауып жатсыңдар ма? Басқарамайсыңдар ма елді? Беріңдер басқаратын жігіттерге, адал жігіттерге. Не деген хайуан болып кеттіңдер сендер? Беріңдер басқара алмасаңдар. Ешкімге көмек беріп жатқан жоқсың. Халықтың бәрі жүр қымбат дәрілер. Көмек жоқ ешқандай. Жұмыстың бәрі тоқтап қалды. Ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ. Үстебесіңді көтерілеміз, қандарын ішеміз сендердің. Зорлап құртамыз, надо будет. Пока не поздно, халыққа көмектесіңдер. Ана ценалар дүргілертетіңдер. Продукттың бәрі қымбаттап кетті. Аптекада дәрілердің бәрі қымбаттап кетті. Сендер қандай хайуансыңдар? Халық жау жағадан алды, бөрі етектен алады деп. Не деген сұмдық мынау? Халыққа көмектесудің орнына баған түсіріп, одан бетір 10 есе, 20 есе көбейтіп бәрін. Айтқан жақсы болмайсыңдар. Папа.